Hello, my little friend. How are you? Сәлем, жас досым. Қалың қалай? Менің жағдайым өте жақсы. Сен менің кездесуді асыға күттім. Есіңде болса, алғашқы сабағымызда біз осы сөздерді үйрендік. Енді қайталап көрейік. Бүгінгі сабақта біз отбасы мүшелерін ағылшынша айтуды үйренеміз. Ең бірінші сөзіміз ол mommy. Mommy ол ана немесе анашым. Mummy. Mummy. Енді менің артымнан қайталап көрші. Mommy. Mommy. Керемет. Енді келесі сөз ол daddy. Daddy. Daddy ол әке. Daddy. Daddy. Енді сенің кезегің daddy. Daddy. Super. Енді келесі сөзіміз ол sister. Sister әпке, әпкетай, тәте, әпше дегендерді білдіреді. Sister. Sister. Енді сенің кезегің sister. Sister. Well done. Енді келесі кезекте brother сөзі. Brother аға дегенді білдіреді. Brother. Brother. Енді менің артымнан қайталап көрші. Brother. Brother. Тамаша. Енді бір қызықты ойынды жасап көрейік. Қазір бұл жерде сурет шығады, ал сен ол жерде кім тұрғанын көресің. Бірінші сурет кім бейнеленіп тұр? Я, бұл mommy. Келесі кезекте. Я, дәл таптың. Бұл daddy. Енді келесі сурет бізде. Әрине, дұрыс айтасың. Бұл sister. Соңғы сурет. Әрине, бұл brother. Енді саған тағы бір тапсырма бар. Өзіңнің ата-аналарыңды ағылшынша шақырып көр. Олардың таңғалатындары сөзсіз. Сіздермен болған Магдабек Ахмет және Жетіл. Сау болыңыздар. Goodbye. Audio Jungle.